Бастауыш мектепте мен ағылшын тілінен ең үздік студенттердің арасында болсам, жаңа мектепке ауысқанда мен ең нашар оқитын қатарына түстім. Гимназияға 5-ші сыныпта көшкен кезде олар кіріс емтиханын алған және маған өте қарапайым тапсырма берді. Мына мәтінді аударшы дейді. Мәтінде май деген өте қарапайым сөзді кездестірдім, бірақ май деген ол мен ба, менікі ма, соның да аудармасын білмегем. Әрине мәтінді түк аудара алмадым. Себебі осыған дейін біздің істейтіннің бәрі ол сөз үйрену, сөз жаттау ғана болды. Мәтінмен жұмыс деген мүлдем қиын тапсырма болды. Солай мен кіріс емтиханда 3 алдым. Жаңа мектептегі мұғалімдер маған күмәнданды. Білмейміз, мына балаңыз алып шығады ма, алып шықпайды ма, біз негізі гимназиямыз деп. Солай мені менсінбеген. Тіпті ағылшын тілінен қиналғаным сонша, біз анам екеуміз жаңа мектептегі үй жұмысын орындау үшін бұрынғы мектептегі ағылшын мұғалімнің үйіне барып көмек сұрағанбыз. Далада, көшеде мен оқулықты осылай қолымда ұстап көмек сұрағам, ал ағылшын мұғалімім үй киімінде халат киіп маған тақырыптарды түсіндірген, деп осылай ақпарат оқығам. Басында қиналғанымен бір жылдың ішінде үйреніп кеттім жаңа мектептің қиындығына. Ал 7-ші сыныпта қосымша курсқа қатыса бастап, өз сыныбымның үздіктеріне қайтадан айналдым. Бірақ бұл оқиғадан сіздер үйрене алатыныңыз, мынандай қиын, өз ағылшыннан ұялу сәттер менде де болды, бірақ еңбек арқылы және өз жолымнан таймағанымның арқасында ағылшынның мықтыларына айналдым.